құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуде тәртіп сақшыларымен бірге құрметті сала ардагерлерінің еңбегі елеулі. Бүгінде тәртіп сақшыларының кәсіби біліктілігі мен сертіне беріктігінің арқасында қоғамда тұрақтылық қалыптасып келеді. Ал осы құқық қорғау органдарында ұзақ жылдар бойы қызмет еткен құрметті сала ардагерлерінің де қазіргі жастарға берер тәлім тәрбиесі орасан зор. Армысыз көрермен, эфирде сақшымен сырласу. Бүгін бізде ішкі істер органдарында ұзақ жылдар бойына қызмет еткен ішкі істер органдарының құрметті ардагері, полиция полковнигі Елемес Ермекұлы Рахметов. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Жалпы полиция болу қырағылық пен өжеттілікті талап ететін күрделі сала. Бұл салаға екінің бірі келе бермейді. Сіз қалай келдіңіз? Сіз қызмет еткен кездегі полиция қандай болып еді? Осы туралы айтсаңыз. Енді полиция жұмысына мен армиядан кейін 1974 жылы мамыр айында келіп, осы Гурьев олақтағы горком комсомолға учетқа отыруға келгенде біздерге сол милиция жұмысына баруға жолдама берді. Сол жолдамамен келіп, алғашқы рет осы Гурьев қалалық милицияның күзет бөліміне милиционер болып кірдім. Содан сол 74-тен 2009 жылға дейін жұмыс жасадым. Сол жұмыс бағытында 76 жылы барып Алматының милиция школын оқып, содан қайтып келіп, жұмысымды жалғастырып, одан кейін 1983 жылы Қарағандының жоғарғы милиция школына барып оқыдым. Содан кейін жалғастырып, оқуымда офицер болдық. Әртүрлі жерлерде жұмыс жасадық. Алғашқы рет осы Гурьевтің қалалық ішкі істер бөлімінде патрульдік милициялар ашылды. Передвижной пункт милиция дейтін болды. ППМ деп айтты қалықта. Солардың бәрі рота болып, соның бастығы болып жұмыс жасадым. Оның бер жағында енді әртүрлі салаларда жұмыс жасап, Жылой ауданында 1992 жылы муниципальный милиция ашылды. Қазақстан бойынша 3-ші жер болды, сонда Жылойда. Соған командир етіп жіберді, сонда жұмыс жасадым 3 жылдай. Одан қайтып келгеннен кейін енді мынау Құрманғазы ауданы қазіргі мынау шалғай жатқан Азғыр өңірі Балғұдық сүйіндік совхоздарында бөлімше ашылды. Мен негізі өзімнің балалық шағымның әке-шешемнің жұмыс жасаған жағы сол елдер еді. Соған басшылар шақырып, сол елді білесің, жерді білесің, халқын білесің деп мені сояққа жіберді. Сол бөлімшенің бастығы. Ояқта енді бірақ көп жұмыс жасаған жоқпын, 1 жылға жақын жұмыс жасап, содан кері осы облысқа келіп, облыста жұмысымды жалғастырдым. Сол 2017 жылы мынау алғашқы рет жедел басқару орталығы ұйымдастырылатын болды. Олақтағы бастығымыз осы облыстық ішкі істер басқармасының бастығы полковник Амиров Мұхарам Серікұлы болды. Сол кісінің басшылығымен сол мынау жедел басқару орталығы құрылып, фундаментінен бастап салынып, қазірден жұмыс жасап жатыр, білесіздер, сол қалалық ішкі істер бөлімінің ауласының ішінде. Сол здания салынып, 2007 жылы 23 маусым күні ашылды. Сол Мұхарам Серік өзі келіп ашып, соны іске қосылды. Сол қала бойынша олақта небары 16 камера болды. Сол 16 камерамен жұмыс жасалды. Енді қазіргі уақытқа салыстырғанда енді олақта аз. Қазір енді 1000-ға жақын бар деп айтады. Енді қазіргі жұмыс жасай, енді камерамен жұмыс жасау қазір жақсы болды ғой, қылмыс ашылу, тәртіптің бұзылғанын қарау, көше тәртібін әсіресе мұқият қарауға жақсы болды. Техниканың қазір дамыған уақыты. Осы жұмыс уақытында өзіңіз қызмет еткен кездерде бір есіңізде есте қалған бір оқиғаларыңыз бар ма? Сол туралы айтсаңыз, қызықтау деген. Енді ол қызық оқиғаны мен қазір сіздерге қалай айтайын. Мен онда 94 жылдары Волный полиция дейді, рыбный отдел дейді, оның жанынан. Сонда мен бірінші орынбасар болып істедім. Бастығымыз олақта Картошов деген жігіт болды. Сол жылы маусым уақытында, сезон уақытында, май айында, мынау Құрманғазы ауданында біздің бөлімшеміз болды. Сол бөлімшенің бастығы, сосын сол уақыттағы охота инспекциясы болды, Құрманғазы ауданының. Соның бастығы, сосын қастарында бір жігіт, үшеуі қайықпен теңізге шығып жоғалып кетті.
Соны енді ұшақпенен іздеді. 5 күн іздеді ме, 6 күн іздеді ме. Соны ертең соңғы күн, содан кейін ұшақ ұшпайды деген хабар келіп, маған мені сол уақыттағы сол ішкі істер басқармасының орынбасары Байбол, Мерген Байболович деген үлкен кісі болды. Сол кісі шақырып алып, менен сұрайды, сен аңшысың ғой дейді. Мен айтамын, мен аңшымын. Онда ертең сен барып қарап кел, ұшып, сол ұшақпен. Теңізді білесің ғой деді. Жақсы, барайын дедім. Соның қасыма мен өзімнің бір Уголнорск істейтін бір жігітімді алдым, Есенов Талғат деген жігіт. Сол екеуміз, сосын мұндағы облыстағы охота инспекцияның бастығы болды, прокуратураның представительдері болды. Соған сол тікұшақпен біздер осынан ұшып, Заборын дейтін жерге барып, ар жағынан Құрманғазы ауданынан келіп тұрған сол представительдерді алып, сосын теңізге кеттік. Сол теңізде бір 2 сағат жарым, 3 сағаттай жүрдік іздеп. Сол енді осы жағар отыны таусылды, қайту керек деп маған летчиктер сөйлеп, мен как раз ортасында отырдым солардың. Мен айттым, алыстан бір точка көрінеді, соны қарайық. Егер олар болмаса, онда кетеміз деп. Соны барсақ солар екен. Сол қайықпен отыр, қайықтың үстінде үшеуі отыр екен. Соны біреуін баспалдақпен көтеріп алдық, қалған екеуінің әлі жоқ. 6 күн су ішпеген, тамақ жоқ. Соны сидушке жібердік, троспен. Сидушке отырғызып, тұрғызып, бәрін алдық, көтеріп алдық. Соны Заборынға келіп, күтіп тұрды, соларды соядан түсіріп, соны қалаға қайтып келіп, мұндағы басшыға доложить еттім, табылды осындай адамдарымыз деп. Сондай бір оқиға болған. Енді ол қазір енді ол жігіттер бар, сол Құрманғазы ауданында өмір сүріп жатыр. Көргенде сау болсын айтады әлімге дейін. Әке көрген Оқжан демекші, қазіргі таңда бүгінде қызыңыз полиция подполковнигі. Осы жалпы нәзік жанды арулардың темірдей тәртіптегі ер мінезді полицей болуға деген қандай көзқарастасыз өзіңіздің? Ойыңызды айтсаңыз. Енді ол бала кезінде бір арманы болады ғой. Осындай жұмыс жасасам екен деген. Енді менің Жанат қызым ол кішкентай күннен мені көріп тәрбиемде өсті. Сол заңгер болам, сен ұқсаған милиция болам деп бала күннен армандайтын еді. Сол енді арманы орындалды. Біз енді оның қаққан жоқпыз. Алматыға барып университеттің заң бөліміне оқып келді. Содан кейін сол милицияға кірді. Әлі дейін қазір жұмыс жасап жатыр. Енді қыз балаға ауыр жұмыс. Түсінеміз, бірақ арман дейтін сол арман орындалу керек деп өзім ойлаймын. Ол қазіргі уақытта қыз баланың да ер азамат құсап жұмыс жасайтын қыздар бар. Шетелдің полициясын алсаң қыздар бар ғой жұмыс жасап жатқан. Сол сияқты сол аруларымызға үлкен табыс тілейміз, аман жүрсін, жақсы жүрсін, дендері сау болсын. Сондай. Отбасыңызда осы қыздардан да бөлек, бана өзіңіз айтып кеттіңіз, ұлым да полицей деп, сол туралы айтсаңыз, отбасыңыз туралы. Үлкен балам Жандарбек деген бала, ол да сол армиядан келіп осы орынға кірді. Ол бірақ мынау мемлекеттік автоинспекциясының саласында жұмыс жасады, ауданда жасады, сол Құрманғазы ауданынан жұмыс жасап, осы бір жыл жарымдай болып пенсияға шықты, табысты. Одан кейін енді бір қызым бар, ол Астанада тұрады, жолдасыменен. Одан кейін қызым Жанат, одан кейін тағы бір қызым бар, ол да тұрмыста. Олар енді жеке кәсіпкер дейміз ғой, сондай кәсіпте. Сосын енді бір кішкентай ұлымыз бар, кішкентай дейміз, ол да шетелдің компаниясында жұмыс жасап жатыр. Бойдақ. Сол 2 ұл, 3 қызымыз бар, тәрбиелеп отқан жолдасым бар. Біздер зейнеткерміз, балалар жұмыста. Зейнеткер болғанмен қарап жүрмейміз, жеке кәсібіміз бар. Ол ең балалар үшін жұмыс жасап жатырмыз ғой. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, кәсіппен айналысамыз деп. Қандай кәсіппен айналысасыз, сол туралы айтсаңыз? Жеке шаруашылық деп отырмын. Жеке шаруашылық болғасын, енді атамыз қазақ, мал ұстаймыз. Енді қазақ малмен өскен ғой. Сондықтан сол мал шаруашылығымыз бар. Енді басқа балалар енді жұмыста. Енді қазір мынау зейнеткерлікке шыққан балам бар. Жандарбек баласы. Екеуміз қараймыз шаруашылықты. Қазіргі таңда осы полицияда еңбек етіп жүрген жас қызметкерлерге қандай кеңес берер едіңіз өзіңіздің жұмыс кездеріңіздегі бір естеліктеріңізбен бөлісіп? Енді жас қызметкерлерге қазір жұмыс жасап жүрген не айтамын? Біріншіден енді осы жұмыс жасаймыз деп, осы үкімет алдындағы борышымызды жасаймыз деп келген жастарға біріншіден осы берген
отанға деген, халыққа деген анттарынан таймау керек. Енді бұрынғы біздің заманымыз емес, қазіргі заманда бәрі бар, дамыған техника. Біздің заманымызда біздер мотоциклмен жүрдік. Қазір дейтін 2 милиционер 1 машинамен жүреді. Ол енді жақсы ғой. Сондықтан сол біріншіден денсаулықтары мықты болсын, ата-аналар аман болсын, семьялар аман болсын. Жұмыста тек үлкен табыс тілеймін, аман жүрсін, дендері сау жүрсін. Анттан таймасын, анттарын бұзбасын. Халыққа берген, отанға берген деп айтамын. Сүбелі, боямасыз әдемі сұхбатыңызға көп-көп рахмет. Полицей болу қырағылық пен өжеттікті талап ететін өте үлкен күрделі сала. Осы полицияда ұзақ жылдар бойы қызмет еткен Елемес Ермекұлы көп жастарға үлгі деп білеміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Көп-көп рахмет, сау болыңыздар. Жақсылықта келесейік.